Мен айға қарап армандаймын сені көрсем. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы Қазақстанда жалпы сөз бостандығының деңгейі қандай? Жалпы сөз бостандығы дегеніміз не? Салыстырмалы түрде Европа елдерімен, ақш елдерімен байланысты салыстырмалы түрде біз олардан не үйренеміз? Мысалы, сөз бостандығына байланысты жалпы сөз бостандығы, сөз еркіндігі, яғни пікір білдіру еркіндігі деген мәселелер бұлар азаматтық қоғам жағдайында негізгі басты принциптер болып саналады. Ал мысалы дамыған елдердің өзінде осы азаматтық қоғам негізінде бірінші орында тұрады. Азаматтық қоғам. Жалпы азаматтық қоғам дегенімізді қалай түсінесіздер? Осы сұраққа жауап берсеңіздер, және Қазақстандағы сөз бостандығының деңгейі қазір соңғы халықаралық ұйымдардың рейтингі бойынша 158-ші орында тұр. Бұл деген 180 елмен салыстырған кезде әлемдегі бұл өте төменгі деңгейді көрсетеді. Және ол Тәжікстан және Түркменстан елдерінен де солардың деңгейінен де төмен болып саналады. Ал мысалы шектеулер мысалы бар, сөз бостандығына байланысты мысалы шенеуніктердің немесе лауазымды тұлғаларға байланысты егер де біз оларға мысалы рұқсат алу керек және өзіміздің жаңағы пікірімізді оларға көрсету керек дейді заң бойынша. Егер де олар өздері келісетін болса, оларға қанша табыс алатыны туралы сондай мәселелер олар егер рұқсат беретін болса мына жарияланады. Бұның өзі шектеу болсын. Сіздердің өз пікірлеріңіз қандай? Жалпы егер де қоғамда сөз бостандығы күшейген жағдайда біздің елімізді қоғамды қалай елестете аласыздар? Жалпы Қазақстандағы сөз бостандығы туралы айтқан кезде ең бірінші басылымдарға қандай қысым жасалып жатыр, немесе басылымдарға белгілі бір тақырыпты жазуға, барлық тақырыпты жазуға рұқсат беріле ме деген нәрсені қарастырсақ болады. Қазақстанда сөз бостандығы белгілі деңгейде шектелген, себебі бізде билік өкілдеріне келген кезде, сонымен қатар саяси жаңағы белгілі бір оқиғаларға келген кезде журналистер сол тақырыптарды жазудан тартыншақтап қалады. Себебі басшылықтан да рұқсат берілмейді, сонымен қатар белгілі бір жаңағы ұйымдардың немесе азаматтардың тарапынан да қысым болуы мүмкін. Мысал қылатын болсақ, Шымкентте бұрынғы білім басқармасының басшысына қатысты қатаң сын айтып мақала жазған журналистке сол басқарма басшысы кейін киллер жалдап өміріне қастандық жасаған, бірақ киллер жаңағы журналистің өзін емес, журналистің қолынан жарақаттаған, кейін жақында ғана осы алдыңғы аптада ғана сол бұрынғы білім басқармасы 11 жылға болу керек бас бостандығынан айырылды, киллерді жалдап қастандық жасаған үшін. Дәл осындай оқиғалар өте көп кездесіп, бағанада орта басылымын айтып өтті. Сонымен қатар Елмедиа деген басылымға 1,5 айдың ішінде редакциясына 3 рет шабуыл жасалған. Шабуыл редакцияның есігін сындырып кету, немесе жаңағы дәл кіреберістеріне тас лақтыру деген секілді түрлі қысымдар жасалады. Бұл Қазақстанда сөз бостандығының әлі күнге дейін дамымай келе жатқанын білдіреді. Сонымен қатар әлеуметтік желіні айтып жатырмыз ғой. Әлеуметтік желі бұл сөз бостандығының дамуына кішкене болсын өзіндік әсерін тигізген бір фактор болды. Себебі әлеуметтік желіде қандай да бір ақпарат тарайды, оны миллиондаған адам көреді. Сәйкесінше құзырлы органдардың немесе үкіметтің сол оқиғаға қатысты жауап бермесіне амал қалмайды. Еріксіз сол оқиғаға қатысты түсіндірме береді. Бұл да азаматтық қоғамның кішкене болсын дамып келе жатқанын білдіреді. Бізде қазір азаматтық позиция деген халықтың арасында өте жақсы көтеріліп келе жатыр. Азаматтық позиция бар жерде азаматтық қоғам пайда болады. Азаматтық қоғам пайда болған жерде бізде журналистика пайда болады. Журналистика тәуелсіз болған кезде бізде сөз бостандығы сол кезде ғана қалыптасады. Осы нәрсені түсініп алуымыз керек. Егер сөз бостандығы қалыптасқанын қалайтын болсақ, азаматтық позициямыз өте мықты болу керек. Біз қоғамда болып жатқан әділетсіздіктерге көз жұмып қарамауымыз керек. Сонда ғана сөз бостандығы пайда болады деген келеді. Сонымен қатар қазір Қазақстанда 5000-нан аса баспасөз бұқаралық ақпарат құралдары тіркелген, бірақ жыл сайын 2000-ға жуық баспасөз жаңағы сайттар жабылады, басылымдар жабылады. Дәл сондай көлемде жыл сайын сайттар ашылады. Бірақ белсенді жұмыс істеп келе жатқан шамамен 2-3 мыңның шамасында. Бірақ олардың біз аттарын көпшілігін біле бермейміз. Біз білетініміз
мемлекеттік басылымдар, мемлекеттік телеарналар, одан кейін қалса тәуелсіз жаңа жақсы көтеріліп келе жатқан орыс тілді басылымдарды ғана білеміз. Қазақ тілді басылымдарды біз оқығымыз келмейді, себебі бұл жерде құр су деп айтамыз, яғни сараптама жоқ, талдау жоқ, нақты бір дәлел дәйектер жоқ. Осы себепті Қазақстандағы сөз бостандығы белгілі деңгейде ғана дамып келе жатыр деп қорытқым келеді. Сөз бостандығы толығымен бар дегенге келіспеймін. Қазақстандағы жаңағы 158 сөз бостандығы бойынша 158 орында деген меніңше өте әділ шешім. Себебі дәл жаңағы сөз бостандығы жағдайы біздің мемлекеттен де төмен мемлекеттер бар. Бірақ біздікі олармен салыстырғанда кішкене болсын жоғары тұрмыз деп айтуымызға болады. Мысалы, көрші Қырғызстанды алатын болсақ, Қырғызстанда бұрын сөз бостандығы болған, бірақ кейін 2021-2022 жылдары оларда журналистикаға деген қысым күшейе түсті. Тіпті радио свободаның өзін жабуға дейін келді оларда. Сол себепті сөз бостандығы дамыған қалайтын болсақ, әр азамат өзінің позициясын нақты білу керек, азаматтық позицияны қалыптастыра алуымыз керек. Дәл осы тұрғыда журналистерді қудалауға байланысты, қоқаң-лоқ көрсетуге байланысты біздегі Қазақстанда Жұма Таймс, Айна Плюс деген газеттер жабылды. Бұлар соттың шешімімен жабылғандар. Бірақ заңнан бөлек дәл осы басылымдардың журналисті, жауапты хатшылары қандай да бір 10 шақты адам ұрып, оларды айдалаға тастап кеткен. Оларға заң қарастырылған жоқ, бірақ журналистке заң қарастырылып жатыр. Бұл да негізі әділетсіздік. Енді Қазақстандағы сөз бостандығына келсек, бізде Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы бар, және олар үнемі мына статистика бойынша рейтинг жасайды. 0-ден 30-ға дейін баға береді, 30-дан 60-ға дейін баға береді, 60-дан 100-ге дейін баға береді. 0 мен 30 аралығындағы мемлекеттердің барлығы толықтай сөз бостандығына ие мемлекеттер. 30-ден 60 балл арасындағы мемлекеттер, орташа деңгейдегі мемлекеттер, 60 пен 100 балл арасында бұл өте төмен деңгейдегі мемлекеттер, және біздің Қазақстанды дәл осы 60 пен 100 балл аралығындағы мемлекеттердің қатарына енгізеді. Енді Жанерге айтты, жаңа әлеуметтік желілер арқылы біз сөз бостандығын дамытып жатқан сияқтымыз деп. Негізі шын мәнінде солай. Бүгінгі басылымдарға қарасаңыз, біздің басылымдардың көбісі мемлекетке қарайды. Сондықтан да артық дүниені жазуға батылы жетпейді. Ал әлеуметтік желілерге келетін болса, қазіргі таңда бізде сайттарда өте оппозициялық басылымдар көп деп айта аламыз. Олардың қатарында Орда.kz бар, Ұлыс медиа бар, жазған кезде өткір жазады. Және бұл көп жағдайларда билік өкілдері, олардың өмірі, болмаса олардың қандай да бір былығы деген дүниелердің барлығын толықтай ашып беретін сайттар болып табылады. Дәл осыған байланысты Freedom House тағы да бір зерттеу жүргізеді. 2020 жылы интернеттегі еркіндік деген рейтинг бойынша мемлекеттерді бағалайды. Сол жерде Қазақстан 100 баллдың 32 баллын алды. Freedom House сарапшыларының айтуы бойынша бұл өте төменгі деңгейде, өйткені 2014 жылы Қазақстанда 1300 сайт бұғатталған екен, ал 2019 жылы олардың саны 61-ге жеткен. Бірақ 2020 жылы 42 сайт деп береді. Бұлай қарасаңыз, біртіндеп олардың саны азайып келе жатыр. Біз бұдан қандай қорытынды шығаруымызға болады? Қазақстандағы сөз бостандығы бірте-бірте дамып келе жатыр. Бізде прогресс бар дегенді айтсақ болады. Енді сөз бостандығын дамытамыз дейміз. Бірақ сөз бостандығы даму үшін журналистердің құқығын қорғайтындай заң және ұйымдардың саны көбірек болу керек. Өйткені журналистер қандай дүние жазса да барынша өздерін ақтап алатын, оларды дұрыс деп санататын қандай да бір қор, ұйымда болмаса заң шығарылу керек. Дәл осыған байланысты Freedom House-тың пікірінше Қазақстанда ең көп минус нәрсе бұл сайттардың, әлеуметтік желілердің бұғатталуы біріншіден, екіншіден саяси, әлеуметтік және діни мәселелерге байланысты мақалаларға бізге шектеу қойылады. Біздегі ең үлкен проблема осы, біздің Қазақстанда әділ сөз қоры бар, және дәл осы әділ сөз қорын басқаратын Тамара Кулееваның айтуы бойынша 2005-2006 жылдары Қазақстан Республикасында сөз бостандығы өте төмен деңгейде болып, журналистердің көбісі шабуылға ұшырап, қастандық жасалып, қоқаң-лоқы көрсетіліп, жағдайы қиындап кеткен екен. Содан кейін журналистер қандай да бір дүниені ашық жазуға барынша қорқатын көрінеді.
әділ сөз қорын жаңа Айжан айтып кетті. Осыған байланысты бұл Қазақстандағы журналистердің құқығын қорғайтын жалғыз ұйым десек те болады, яғни халықаралық журналистердің құқығын қорғау ұйымы 1999 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Көптеген журналистерге қатысты іс қозғалып, әділетсіз түрде жазаланулардың алдын алады, олардың құқығы шектелген кезде, оларға ақпарат беруге белгілі бір қиындықтар тудырған кезде олар араласып, белсенді түрде олардың құқығын қорғаумен айналысып келе жатыр. Бұл әділ сөз қорының негізінен қазіргі таңда сайты жұмыс істейді. Онда ай сайын журналистикадағы Қазақстандағы журналистикадағы заң бұзушылықтар немесе журналистерге жасаған әділетсіздіктер ай сайын жарияланып отырады. Осыған байланысты осы қазан айында мынандай ақпараттар шыққан екен. Яғни қазан айына белгілі бір есеп жазылған. Жаңа бізде Айжан айтып кетті, орда медиа бізде өткір жазады деп. Осы сайттың журналистеріне белгілі бір қоқаң-лоққы көрсетілген. Бірақ оны билік өкілдері анықтаймыз десе де әлі күнге дейін нақты жауап шыққан жоқ. Мәселен, редакцияға белгісіз түрде шошқаның басы келген. Оның өзі де белгілі бір мәнді көрсететіндей, олардың мүмкін біз білмейміз. Сонымен қатар Времени деген сайт газеттің корреспондентінің бетін алып, оны фотошоппен интимді қызмет көрсететін сайттарға жүктеп жіберген. Яғни оның бұл белгілі бір материалдарын жарияланғаннан кейін бір оны қоқан-лоққы көрсету деген сияқты журналист кейіннен арыз жазған. Бірақ әлі күнге дейін оның не үшін, кім жасағаны әлі күнге дейін белгісіз болып тұр. Ол да бір белгілі таңдағы журналистердің құқығы дұрыс қорғалмағандығы, олардың осындай ситуацияларда шарасыз немесе істің жай ғана жабылып қалатынын көрсетеді. Сонымен қатар қазан айының рейтингі бойынша бізде Қазақстан әлем бойынша ашық емес интернет деген рейтинг жүргізіледі екен. Яғни бұл интернеті ашық деген, онда 180 ел болады. Ең төменгі деңгейде Қытай деген сияқты, яғни цензура қатты жүретін елдерді айтсақ, сол төмен деңгейдің қатарында Қазақстан да бар. Енді бізде осы жерде парадокс туындайды. Бізде Қазақстан Қытаймен салыстырмалы түрде, Қытайдың саясаты, оларда цензорлар қызмет етеді, олар бір сондай бағыттағы мемлекет. Ал біздің Қазақстан демократиялық тұрғыдан ашық қоғамды ұстанатын саясат бола тұра, Қытаймен деңгейі бірдей болып тұр. Осы жерде неге деген сұрақ туындайды. Яғни біз расымен де осы демократия, ашық қоғам, азаматтық қоғам деген деңгейге жете алдық па, немесе бұл тек ресми атауы ғана ма деген бізде кішкене сұрақтар, күмәндар туындап қалады. Осы тұрғыда қосып жіберейін. Сіз бағана айттыңыз, сөз бостандығы толықтай белең алған кезде Қазақстанда қандай өзгерістер болады? Бізде тәуелсіз басылымдар көбейеді. Мемлекетке қарайтын болмаса, қазіргі басылымдардың артында белгілі бір тұлғалар тұр. Оның бірін біз білеміз, бірін білмейміз. Және олардың көзқарасы бәрібір де сол басылымдарға қалай да әсер етеді. Ал егер сөз бостандығы болған жағдайда, онда бізде Қазақстанда тәуелсіз басылымдар кеңейсе, көбейсе, нәтижесінде әр журналист, әр басылым толықтай қоғамда қандай проблема бар, қандай өзекті мәселелер бар, болмаса қандай бір құпиялар бар. Қазіргі таңда мысалы біздің басылымдардың беттерінде аяқтама журналистика деген жоқ. Бізде ешкім зерттеу жүргізбейді. Біз қазір ақпаратпен шектелеміз, талдамалы мақалаларда бұл өте аз деп айтсақ болады. Сондықтан да көп бізде жоғалып кетіп жатқан журналистиканың жанрлары қайтадан келетін еді. Өйткені қазіргі таңда зерттеу журналистикасымен айналысуға көп журналистер жүрексінеді. Жалпы мемлекеттің саясатына қарай, кез келген мемлекетте сөз бостандығы өзгереді, ол бар жоқ болып өзгеріп тұра береді. Сондықтан біздің елімізде де бұл процесс жүріп жатыр. Азаматтық қоғам құрамыз еді. Азаматтық қоғамның ең басты осындай құрушы факторлардың бірі ол сөз бостандығы. Кез келген мемлекет ол бір күнде азаматтық қоғамға келе қалмайды, ол үлкен уақытпен келетін процесс. Мен айтқан бізде әртүрлі басылымдар барлық мемлекетпен белгілі бір шартта дедік, олар мемлекет белгілі бір деңгейде қаржыландырады дедік. Сондықтан болашақта кәсіпкерлер дамып, адамдар өздеріне жауапкершілік алып, өздерінің өз жары мысалы баспа болсын, сайт болсын, өз-өзін қаржыландыратын болса,
олар мемлекетке тәуелді болмайды, яғни өз ойларын тікелей айта алатын болады. Енді бұл жерде бағана айтып өткен заң да бар, неше түрлі жақсы пікірлер айтылды, оның барлығына қосыламын. Заңдық тұрғыда бұны ары қарай күшейтетін болсақ, дамытатын болсақ, және жалпы адамдардың ой санасы өсетін болса қоғамның, онда сөз бостандығы да ары қарай дами береді. Өйткені оны жауап қалу мүмкін емес. Бізде бағана айтып өткен ғаламтор да бар, оның барлығы да өз әсерін береді. Сондықтан болашақта біз қазір 158-ші орында тұрсақ, бұл жерден кемі 100 орынға алда жылжимыз деп сенемін.